Бірде әкесі баласының бір ісіне ашуланса керек, сен адам болмайсың деп сөгеді. Баласы оны қалай қабылдағаны белгісіз, сол бала бір күндері әкім болады. Бір шабарманын жіберіп әкесін алдырады. Әке, көрдің бе, мені адам болмайсың деуші едің, міне әкім болдым депті. Әкесі күрсініп, балам-ай, сені адам болмайсың дедім, әкім болмайсың деген жоқпын. Адам болсаң, ақсақалыммен алдыңа шақырар ма едің, алдыма келер едің ғой, әй, сен адам болмайсың деп шығып кетіпті. Сол секілді, елді вирус жайлап аурумен дегенде жастары 70-тің шамасындағы қарттарды алдына жиған әкімге сөз бар ма? Заңды талап еткен атқарушы орган өздері заң бұзса, өкпені кімге айтамыз? Бетперде тақпадың деп кабинеттеріне кіргізбейтін лауазымды тұлғаларға кім шара көреді? Арақашықтық сақталмай қатар отырып ас ішіп, жастары 65-тен асқан қарияларды тар бөлмеге жинаған әкім халықшыл ма, хайыпшыл ма? Ақиқат бізден, төрелік сізден болсын көрермен.